Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ, биік болып шығатын шарлотка пирогын жасап көрсететін боламын. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін Айгүл Қалиқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Жұмыртқамызды жарып салып алғаннан кейін үстіне шым-шым тұзымызды салып бір араластырып жібереміз. Әрі үстінен қантымызды себелеп отырып салып, қантымыз әбден ерігенше, аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерменен араластырамыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып алған соң, бөлме температурасын тұрған қаймағымызды салып араластырып аламыз. Ары қарай тағы да күнбағыс майын қойып, оны да жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізіп алған ұнымызды екіге бөліп салып араластырамыз. Бірінші салғанда қасығымызбен бірінші араластырып алғанымыз дұрыс болады. Әйтпесе менікі сияқты шашырап кетуі мүмкін. Ары қарай міндетті түрде қамыр қопсытқышымызды да салып, жақсылап бір араластырып алған соң, қалған ұнымызды салып, толықтай қамырымызды біркелкі болғанша араластырамыз. Қамырымызды көп араластырудың қажеті жоқ, ұнымыз біріксе болғаны. Ары қарай миксерімізді тоқтатып, қасығымызбен ыдыстың жан-жағын толықтай түсіріп, бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте алмамыздың барлығын жуып тазалап алып, ортасындағы дәнектерінен тазартып алатын боламыз. Пирогымыздың ортасына салатын алмамыз орташа көлемдегі 3 тал алма жеткілікті болады. Барлық ортасындағы дәнектерінен тазартып және сыртқы қабығынан аршып тазартып аламыз. Бұл жерде алмаларымызды пирог қамырын дайындамас бұрын аршып кесіп алғанды турап алған дұрыс болады. Егер де сіздердің қолдарыңызда лимон шырыны болғанда, менде лимон шырыны болмағандықтан алмамыз қарайып кетпес үшін қамырымыздан кейін кесіп дайындадым. Алманы қабықтарынан тазартып алғаннан кейін ары қарай өте ұсақ қылмай 4 бұрыштылап турап аламыз. Алмаларымыздың барлығын толықтай 4 бұрыштап турап алғаннан кейін қамырымыздың үстіне салып біркелкі қылып тегістеп араластырамыз. Сіздерде 20-22 диаметрлік форма болса дайын, соған салып пісірғандарыңыз дұрыс болады. Менде 22 диаметрлік осындай форма, фольгамен оралған, соған салып пісіретін боламын. Толықтай дайын болған қамырымызды формамызға құйып тегістеп бір шетке қоя тұрамыз. Ары қарай 2 үлкенірек алмамызды 4-ке бөліп, ортасындағы дәнегін ғана алып тастап, видеода көріп тұрғандарыңыздай жіңішке қылып турап дайындап аламыз. Алмаларымыздың барлығын кесіп алғаннан кейін пирогымыздың бетіне алмамызды айқастыра отырып, роза тәріздес қылып әрлейтін боламыз.
Алмаларымыздың барлығын толықтай салып болғаннан кейін бетіне 2 шымшым қант сепсеңіздер болады. Алдын ала 180 градус ысып тұрған пешімізге 55-60 минутта қозғамай пісіріп алып шығамыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Енді толықтай суытқаннан кейін кольцомыздан босатып, әбден суығаннан кейін бірақ кесетін боламыз. Суыған соң пирогымыздың бетін қалауларыңыз бойынша осындай қант ұнтағын сеуіп әрлесеңіздер болады. Осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын шарлотка пирогын сіздер де жасап көріңіздер. Пирогымыздың іші де алма, сырты да алма. Алмадан тұратын шарлотка пирогымызды міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермен, бүгінгі менің сіздерге көрсеткен видео рецебім ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің каналыма лайк басып пікір жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Келесі видеомды жіберіп алмас үшін. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі кездескенше.